Каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бірнеше қызықты сұрақтар қоймақпын. Адам ұйқысыз қанша уақытқа дейін өмір сүре алады? Біз ұйықтап жатқанда мида қандай процесстар болады? Бастырылу деген не? Және түстер қалай пайда болады? Қосымша ұйықтамаудан рекорд қойған адам туралы айтатын боламыз. Ал сіздер экраннан алыстамаңыздар. Ұйқы – бұл жай ғана сананы өшіріп тастау емес. Ми қалыпты режимде жұмыс істеп тұра береді. Бұл адам ағзасына өте маңызды процесс. Біз ұйықтап жатқанда ми токсиндерден тазартылады. Жүйке байланыстары мен дененің энергиясы қалпына келеді. Бізге ұйқы қалыпты нәрсе болып көрінеді. Бірақ түні бойы адам ұйқының бірнеше фазаларынан өтеді. Бірінші кезең бұл ояу қалыптан ұйқыға ауысу. Бұлшықеттер босаңсып, пульс баяулайды. Құлап бара жатқан сезім пайда болады. Екінші кезең үстірт ұйқы. Дене температурасы төмендеп, пульс пен тыныс алу теңестіріледі. Бірақ бұл әлі терең ұйқы емес. Терең ұйқы үшінші кезеңде пайда болады. Денені қалпына келтірудің ең маңызды кезеңі. Мұнда иммунитет күшейіп, дене максималды түрде демалады. Бірақ бұл кезеңде ояну қиын болады. Төртінші жылдам кезең. Мұнда адамның миы күндізгідей белсенді болады. Дәл осы сәтте біз түстер көреміз. Көздердің қозғалу жылдамдығы тездетіледі. Бірақ бұлшықеттерде күш болмайды. Егер бұл кезеңде бұлшықеттер жұмыс істейтін болса, түсіңізде жүгіріп келе жатып төсекте де жүгіріп кете аласыз. Бұл фаза эмоцияларды, шығармашылықты және есте сақтауды өңдеу үшін қажет. Толық цикл 90 минутты құрайды. Мұндай циклдар бір түн ішінде 4 немесе 6 рет қайталанады. Жалпы біз түстерді не үшін көреміз? Ғалымдардың бұл сұраққа әлі күнге дейін нақты жауабы жоқ. Бірақ бұл туралы бірнеше теориялар бар. Ақпаратты өңдеу теориясы. Ми өткен күннің оқиғаларын өңдеп, нені есте сақтауды және нені ұмытуды таңдайды. Эмоционалды демалу. Түстер бізге стрессті, қорқынышты және уайымды жеңуге көмектеседі. Мидың кездейсоқ белсенділік теориясы. Ұйқы кезінде ми белсенді болады, ал түс кездейсоқ нейрондық белсенділіктің нәтижесі ғана. Ең қызығы, адамдар оянғаннан кейінгі алғашқы минуттарда 90% көрген түстерін есіне түсіре алмайды. Ал мүлдем ұйықтамаса не болады? Энергетик пен кофе көмектеседі ме? Жоқ, бұлардың эффектісі уақытша ғана, яғни апталап жүре беру қиындау болады. Ұйқысыз 24 сағаттан кейін адамның миында ақаулар пайда бола бастайды. 48 сағаттан кейін сөйлеу, есте сақтау, зейін нашарлайды. 72 сағаттан кейін галлюцинация, паника және тіпті психоз белгілері пайда болады. Американың кейбір түрмелерінде тәртіпті бұзғандарға ұйқыдан айыруды жаза ретінде де қолданады. Ал енді ұйықтамауда рекорд қойған адамға келейік. Рэнди Гарднер. Ол 1963 жылы 17 жасында 11 күн 25 минут ұйқысыз өткізді. Сағатпен есептесе бұл 264 сағатты құрайды. Тәжірибе кезінде Гарднерді есте сақтау проблемалары, параноид және галлюцинация пайда болған. Төртінші күні Рэнди өзін американдық футбол ойыншысы деп таныстырып, көше белгісін адам ретінде қабылдай бастаған. Тәжірибе біткен соң ол 14 сағат қана ұйықтап ертеңінде сабағына барған. Ал кейін мұндай рекордтар қабылданбайтын болды. Және тәжірибелер де тоқтатылды. Қалай ойлайсыз? Кейбір адамдар ұйықтап жатқанда неге қорылдайды? Ондай адаммен бір бөлмеде ұйықтау оңайға түспейді. Жалпы бұл процесс неліктен пайда болады? Қорылдау адамның артқы жағымен жатқан кезде жұмсақ таңдайы босап артқа түсіп кетеді. Ал адам демалған уақытта тарылған жұтқыншақтан ауаның өтуі қиындайды. Осылайша қорылдау пайда болады. Мұның себептерін көбіне артық салмақ, мұрын аурулары мен алкогольмен байланыстырады. Ұйықтаған әрине, бірақ мұның қорқынышты жақтары да бар. Ұйқы параличі. Бізде көп оны бастырылу деп жатады. Бұл жағдайда адамның миы ояу болады, ал дене әлі оянбаған. Адам барлығын түсініп жатады, бірақ қозғала алмайды. Паралич бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін созылуы мүмкін. Мұндаймен кездескендеріңіз болса, міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіздер. Бұл көбінесе қорқынышты галлюцинациялармен бірге жүреді. Мысалға, бөлмеде біреу бар сияқты сезім, қадам дыбыстары, біреу кеудеге қысым жасағандай сезіну. Бұл ұйқы мен ояу болу кезіндегі фазалар арасында болады. Яғни адам денесіндегі уақытша техникалық ақау. Мұндай жағдай қауіпті емес, бірақ қорқынышты болуы мүмкін. Уақытында
ұйықтау жұмыс кестесіне немесе өмір салтына байланысты қолымыздан келе бермейді. Бірақ 7-8 сағаттан аз ұйықтамауға тырысу қажет. Түнде экранға қарау әсіресе ұйқыға кері әсерін тигізеді. Ал сіздермен болған жұмбақ әлем. Ұйқы туралы бүгінге айтарым осы. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпа. Келесі кездескенше.